Қазір бәріміз білеміз, 30-70 деген жаңа программа бар. Негізгі бастапқы сіз алатын үйдің 30%-ін құясыз, және де сіз оны белгілі бір застройщиктардан, яғни белгілі бір компаниялардан ғана үйін ала аласыз. Сіз негізі 90 миллионға дейінгі үйді ала аласыз, және кредиттің ставкасы 17% болады, және 3-5-ке дейін ол төмендейді. Және алғашқы нарықтағы үйлерді сатып аласыз. Бұл негізі үйі бар адамдарға арналған, ыңғайлы деп айтуға болады. Себебі сіз енді салынып бітетін үйді бұрын жасайтын болсаңыз, сіз міндетті түрде залогқа мүлік қою керексіз. 25 жылға дейін ала аласыз. Отбасы банктен үйді тапқаннан кейін депозит аша салсаңыз болады. Мысалы, сізге 30 миллионның үйін алатын болсаңыз, алғашқы взнос 30%-ке 9 миллион құясыз, және ай сайынғы төлейтін ипотекаңыз 180 мың болады. 11 жылға есептегенде сіз 30 миллионның квартирасының үстіне 7 миллионды қосып, ол үйді 37 миллионға алған болып саналасыз. Яғни отбасы банктың 30 миллион кредитінің үстіне сіз 7 миллион переплата қосып қайтарасыз. Және егер сіз атыңызда бұған дейін мүлкіңіз болмаса залогқа қоятын, ол кезде басқа танысыңыздың мүлкін қоюға болады.